Ата тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Ассалаумалейкум. Мақа-мақа, сақа-сақайып, арнайы жету ішінде бірдеңе. Кемал, сен қайта ертеге отырын ерге? Ертеге отырын. Ой, жатпаймын ғой. Ассалаумалейкум. Өркеп қайнаға қағаны. Жоқ, жүрсен, бұлай жүрсен. Сен не есің? Рахмет. Бір светпіз ғой енді. Қысы жазы бір свет ғой. Ассалаумалейкум. Загар алатын, машық олып қайтсаңыз. Смело болып. Ел мағыл болыпты көрмегер екен. Сол айтыңыз. Жадыраны көрмегер жер мағыл болыпты. Айға шыққалы көрмеді.
Çağdıran bu niye bulmadır bu. Akela bütün. Öyle 20 жылдық бар. Ha. Kadran 20 сен көрмеген Desem 20 oldu. Сондай болды ма? Kemen olsun. Танышпайсыңдар. Менің жолдасым. Мақсат бол. Apaylardan böyle okularsın. Bir gün şirketleri de var sonra. Yok kızım canım ben kızgını karalam. Yarqında 20 жыл болып көрмеген. Çağdıran'ı 21 деп өтейін. Сәлем салам. Selim Falkısı ber katlığı bu. Сәлем саңдар. Ay көп десем. Oy ömürlerinde birinci daha. Olsun kanısı mı? Olsun da iyi. Менің ашығым, ысық ашығым. Әлі пысық деді. Әлі пысық мынау. Ананы қара, ананы кішкентай папа ғой анау. 11 bu деген группаң. Сол үшін сабылып тұрды. Ысық қызым. Дұрыс айтады, жөні жоқ қыздар оқыған жоқ бұл жерде. Біреуін аман Біреуін аман Ағай қаңыз қалай деп амандасып кетейік. Бәрін сырттан атқысын. Неужели бәрімді көрдім? Неужели көріп атыр? Toplardan dönmesi. Yoldaşlar ya. О, марштай қалайсың? Altın taktı ana. Ой, Маржан, тамамдағай. Көршім оқиш. Ас ойнап кетті. Aslı oynayıp mı olmuyor? Diğerki oynap koydun mu? Sıkırı var. Ondan beşinci var. Ал енді улап шулап болсаңдар сабаққа кіріңдер. Жоқ, олар. Mayıp gibi geldiğinden mi? Yok mayıp gibi Aylanda. O senin kızın mı? Көңілі бос қой, көңіл ғой. Сен мен айтып жатқын, сен жыламай айтшы. Мамам сұранып көлдеп айтты, еттім жылай салады. Сен өзің сондай мінез екен ғой, амын. Şak olun. Sodan yiyin. Sırf ağarmayın. Бәрің атпақсың. Жалғас өтті. Мұрат келек қазір. Атпақ көрді. Сен қай жерде алматыдасың ба? Олардың қасында толып Әке жатыр. шешең жақсы ма, аман есен бәрі? Бәрің әке шешелерің, ата-аналарың жақсы ма? Ne? Masaya mı? Мақсат сенің мамаң қалай? Yakın bağlısın. Babam bak. Bak Vinya'dan bak. Versi Vinya'dan aynı. Yaptın mı? Nurlan balası bu. Ya.
Әкесіне ұқсамайды ма өтірік айтуының? Сен әкесін көрген жоқсың. Сен көрмегенсің. Осыдан бәле өтіріктің бәрі осыдан шығады. Әкеңе ұқсайсың деп қойсын неге кетесің? Жоқ, балаларға иә, жанын айтқанда ойбай сендерге Ой, ақша түс. Ақша түс. Акиматтың ақшасын шашпа. Өкіметтің ақшасы дейші. Өкіметтің ақшасын. Жерге шашта жерге. Осыдан дамбай жатыр. Өйтіп айтпаңдар еді. Сондайды айтпаңдар. Қайғаздар, елдер қош келдіңдер. Үйге бір бала жыламда кетіп. Жақын бәрі елдермен араласады ғой деймін. Әйелің қыздардың бетінен сүйме деген ғой деймін. Сабаққа кешігіп келетіндер баяғы. Министрлер ерте келді. Айшаның қасынан Жаңа сөйледі, ел секірсін. Сабақтан соң баяғыда кешігіп келетіндер әлі Ассалаумағалейкум. Үндеме. Көрмеген жақсыңдар. Бүгін үйге барып обязательно антисептик ішіп алу керек. қашан сабаққа кешігесіңдер? Soğanlarda buna çam
Ayvakta iyi vakti mi? Tüm saat iki bir gün de yok tamam. Oy, soydik. Ayaktan geldiğinde bildik mi öldük diye. Kamyon kuracak. Şimdi kaldı. Kamyon kuracak. Oy, Salim Samay'dı, sen derdin garı o. Yetiştir sonları. Bütün kişiler tanrıya kayıt Salim Samay. Ola diye gitsin. Nasıl görüp Aga kişi batı batı kayıt. Sorlu olsun. Ya aşık kan kişi. Biri tıklar. Ne de oldu? Şey akrak gitme o. Gitme sen kızım bak. Vay babaydı. Kalay maman kalay. Çıkın biraz. 19'da turlasın. Orada dinleyeyim öyle baba bir skandal patlatayım. Cumarda bak koyun sonca adam özgürlüğü Vay. Osman suretken түскен жақсы болады. Кейін десе қысылмай қалады. Oy boldu. Eşikке girmeyeyim mi? Layık. Allah'tan da Апай деп сөйлесіп. özümüz demeye aytқанда күйеу балалар кіріп алмасын. Бәріміз толық жиналмақ. Кел қоп болдық бәрі. Берқандар дегенде болсын. Kuyov olardım ben düğünü kaçak kızına. Ben şimdi bir etmezdim bile yapma olmasın. Emine korkma mı etmeli? Niye koymaydı? Sallanı ne yok diye. Hayalete konuşuyor. Oğlum bir kata diyor. Al kendiler sulamayın lan. Бұлар айланысыңыздар келесі қонақтар түлектер. Көп тыңдап көп. Ана күйеу балалар келіндер болса алдыға жіберіңіздер. Қорқып тұрғанша. Ұстаздар
өзіміздің ұстаздар, әріптестеріміз, зейнеткер ұстаздарымыз, одан кейін 20 жылдыққа ат басын тіреп келіп отырған осыдан 20 жыл бұрын мектебімізден түлеп шыққан өзіміздің оқушыларымыз, түлектеріміз мына Қожамбет би мектебіне қош келдіңіздер. Енді бірінші сыныпта қалай имен аттасаңыздар, арада 20 жыл салып мектебімізге келмегендеріңіз бар, келіп жүргендеріңіз бар, табалдырығын аттап. Сондықтан да қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінде әрқайсыңыз 20 жылдан өз орындарыңыз тауып бұйырса, ата-ананың тәрбиесімен, бір Алланың көмегімен, ұстаздардың білімімен өз орындарыңыз тауып отырсыздар. Ер азаматтарымыз ат жалын мініп, тартып, өз қолдары өз аузына жетінде апайларыңызды құттықтап, мектебімізге 20 жылда бір келіп құттықтап қайтайық деп, кездесіп қайтайық деп келіп отырсыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ұстаздарымыз, мерекелеріңіз бүгінде ұстаздарға үлкен мереке, қуаныш сыйлап отырсыздар. Құтты болсын, кездесулеріңіз жақсы атқарыңыздар. Енді мектебіміздің сіздерге дайындаған жас ұстаздарымыз бар. Мектебіміздің Шынар ауданымыз дайындаған облыстық аудандық жүлдегерлердің оқушыларымыз бар. 10 сыныптың сол оқушыларымызды дайындаған арнаулы қабылдаңыздар. Мектебін сағынып келген жас түлектерге шықшы тауға, қарашы кең далаға. Мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен бұл шетіне жүрсе, шашайсың Буадариға алтын бесік туған жер, қадіріңді білмей есен кешеуі, жата алмасың жапырағында зәуре, ақын бол, тасың болсын. Иткен байтақ, иткен ұлы шередік. Менде екіге жүрегімді бөледік. Сенде тудың, сенде өстім мен, сенде өтсем. Арманым жоқ, болды дене тередім. Мен де өзіңдей байтақ едім, кең едім. Қызығыңды көріп еркін келемін. Сен даямай бердің мағаларыңды, мен даямай барым саған беремін. Туған дала ғашық, болдым ғашық мен саған. Алыс жүрсем, арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем, мен төрінде рахаттым. Өз ауыл, өзім туған босаған. Қаққа салған кездесу 20 жылды. Сағынышпен шырқатып, әнмен жүрді. Мектебіне бақ жайнап, шыққан келген. Осы қуанышпен сіздерді қош қалдым. Бүгінде отбасылы жандарсыздар, көңіліңіз биікте заңғарсыздар. Сыныптастар, құрдастар болшама, шуақ шашып шығайлап, атсын таңда. Бұл кездесу баршаңызға нұр сыйласын, бұл кездесу баршаңызға жыр сыйласын. Мектептегі естеліктер жанды тербеп, бұл кездесу баршаңызға үн сыйласын. 20 жыл, 20 жасым 20 өткен. 20 жыл дәл осылай жырлап өткен. 20 жыл жатыр міне тағдырым. Көз алдымда елестеп көктеп Күн келді, түлек әлі шырқалатын. Тарихта 20 жылдық мөртабасын келді олар артқа тастап балалықты. Ән қыл, көтерсең деп шырқабатын. Тағдыры тура жазып өткеніне, келгендей бала күннің көктеміне, оралды олар міне ұстазына, оралды олар міне мектебіне. Шағын жыл жанға лаулы отты жағар. Оларда күні кеше бала болар. Бүгінде жігіттері әке танып, қыздары сәбилерге ана болып. Сан түрлі өтті ол өткен жерден, ұзғалы өтті дағы көктем күннен, 20 жыл бордасы сағынышпен Бас қосты, сыр шайқалған өткен күнде. Алдарыңыздағы өздеріңіздің ізбасарларыңыз Шынар ауданымызды дайындаған облыста бірінші орын алып республикаға жолдаған қызымыз бар. Нұржан Жанерке деген бір алғылар шыққаныңыздар. Ильяс оқуларынан, Тоқбай оқуларынан ақын кеше ғана тағы бірінші орын алып келген Сайбира қызымыз бар деп сол өлеңдерін бір оқып берсін енді. Жүздегер болсын. Сіздерге арнап. Тоқбай Исабеков қоңыр өлең. Өзіңе келген кезде қоңыр өлең, шақырып, шарықтаймын тебіренем. Қалқыған көгіңдегі бұлтың болсам, жаңбыр болып нөсерлеген төгіледі. Бұл жерде бөлек батыр мекендеген, ойлаған мақсатыма жетем деген, ақтабан шұбырынды кездерінде батырға жүк қалдыма көтермеген. Сол батырдың ұрпағы бір айым, шертеді шежіресін жырындайын, шықпайды жастар мұны төңіректеп, дегендей ұлағатын ұнайын.
Кемпір шал өткен қызық кезін қимай, қызығады бойына кезін сыймай. Шешілі қыз келді сөйлеп кетсе, қалады кәр жастар езу жимай. Ырыстың кенісінді қара қойын, сүргейік баурайында салады ойын, сұлудай саңдайды сұлуле шошытып балықтарын ала бойын. Мыңғырып мал жатқан қойнауында, күнде той, күнде жиын қойлауда, жестаңдай әтшіден еш қара көзді шырқаған шопандардың тойлары. Искедім жұпар исті жусаныңды, оймен қырын көрмей тұр сақыңнан. Жекен дос, туған жерім бір сағынса, күніне бір өзіңді мың сағына. Біз тәуелсіздік жастары болғаннан кейін сіздерге осы өлеңді оқып беріп келеді. Қалқаман Сарин тәуелсіздік. Еркіндігім қасиеттім қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ жермін. Кеше сенің келбетіңді арман қылып, одан да қауландық бас көтердім. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жандарына жас беріп, уай еркіндік, қош кел. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба, алшаң басып жүре алмас алталаш, азаттық қадірінде жоқ. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да, Алла берген азаттықтың әр сәті, аманат қой, маған, саған. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнде тер қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалғатып жастығым, құрсау болған темір болам тексен. Есте даңқын қыршындары қалды ма, 86 ерлігім бе ең соңғы. Уай еркіндік, құның немен өлшенді? Уай еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсерді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шер. Ал құрметті қонақтар, журналистік түлектер, ұстаздар, сіздермен кездесуді мына екінші этаждың фойесінде ұйымдастырып отырмыз. Алдарыңызда тұрғанда өздеріңіз бірігіп үш классын сыйға тартқан киіз үйі. Неге киіз үй? Осы фойені біз ұмытып баратқан, енді болашақта жастарымызға ұлттық фойесі деп жасамақ боламыз. Болашақта осы арқай жаңдыртып, жалғастырып, келген демеушілеріміз болса, бұрынғы бітірген оқушыларымыз болса, осы фойені солай жасап қойсақ, болашақта кейін қонақтарымыз бар, ашық сабақ, тәрбие сағаты, жай сабақтарымыздың өтетін ұлттық салт дәстүрімізбен, құндылықтарымызбен байланыстырып, осы фойеге жақсылап жасап өткізсек деген ойымыз бар. Қыздарымызды көрдіңіздер, журналистімізді де түсірдіңіз, болашақта сізге алтын сырға ақырындап тартып, қыздарымызды арттан ерген ізбасарларыңыз, болашақта өздеріңіздің жолдарыңыз қуып жатса, қуанамыз, биіктен көрініп жатса. Енді бізде қазір әнге кезек берейік. Мектебіміздің музыканты Меруерт Әшіміміздің дайындаған оқушылардың әніне назар салыңыздар, құлақ салыңыздар. Одан кейін біздің мектепте бәріміз ақылдаса келе, бәріміз спортшы емес, бәрі жан-жақта, сондықтан қыздарымыз ән айтамайтындарымыз сыртта қалып қалды, сол үшін би үйірмесін ұйымдастырғанбыз. Астына мемлекеттен татамин алып бергенбіз, би классы бар, қазір мектепте аласыңыздар көресіздер. Сол бишілеріміздің де өнерін тамашалайсыздар, бұйыртса қазір әнге. Thank you.
енді ұстаз деген әрқашан тілекші ғой. Бұрын біздің оқушы кезімізде осы Айжан апайлар ешкім айтпаса да, ешкім би болып адам туылмаса да биді ұйымдастырған қыздармен бірге. Содан мен қыздарға келіп ұстаздармен ақылдасып, Назира апайға жас мұғалімдеріміздің бірі просьба жасап, елдің бәрі спортсмен емес, әнші емес, сондықтан қыздарымыз бекер жүрмесін. Ертең ана дене бітімге жақсылап өсуіне ешкім биші болып кетпесе де, ертең бір ықпалымыз жасайық. Біліммен бірге, тәрбиемен бірге деп Назира апайға ұйымдастырып, Наз деген би үйірмесі құрып, бірталай байқауларға қатысып жүлдегерлер болды. Сол қыздарымыз қазір жоғарылай шығып, мына жаққа қарай. Мына жерге қыздарымыз билесін, билерін тамашалаңыздар.
шағын концерт номеріміз мектепте өздеріңіздің арттарыңызға келіп жатқан ізбасарларыңыз, оқушыларымыз біздің жаңа айттым біраз байқауларда қатысып жүр. Ең басты нәрсе бір жақын нәрсемен айланысып жатыр оқушылар. Енді сіздерге ұстаз әрқашанда тілекшіміз ғой біз. Сіздер биікке жетсек екен, көтеріліп жүрсек екен, жақсы жүрсек екен дегендерін сіздер аталарыңыз сияқты ұстаздарыңызға тілеп отырады. Ардагер ұстаздарымыз бар, зейнеткер ұстаздарымыз. Мен сол кісілердің бір ауыз лебізін тыңдайық, сосын өздеріңізді бір сөздеріңізді тыңдайық, сосын класстарыңызға барыңыздар, мектепті аралап көріңіздер. Сіздер біз жаңадан жұмыс бастап 21 жаста келгенде 3-ші класс бітіріпсіздер. Сол кезде жамда сен шаш деген қапқара. Әрқайсыңдар көз алдыңызда қалай сабақ өтті, қалай отырдыңдар партада. Мен сабақ өтіп қойыппын 4-ші класстан бастап. Жақындап тұрыңыздар, дастарханға ауыз тиіп тұрыңыздар. Толқындырада тосып жатыр. Шубаттар мына бүгінгі 20 жылдыққа келіп отырған түлектер, бүгінгі мектебіміз, бұл мектеп енді үлкен мектеп қой енді. Бұл біздің де мектебіміз, бізде бір кезде осы мектептен түлеп ұшып, осы жерден еңбегіміздің зейнетін көріп, өміріміздің ең мағыналы күндерін осы мектептің қабырғасында өткіздік. Бұл мектеп енді бұрыннан да сондай жақсы деген атпен келе жатқан. Бүгін мына түлектердің, мына өзімізден кейінгі жастардың, өзіміздің ізбасарларымыздың еңбектеріне көзіміз жетіп отыр. Балалардың өнеріне қызығып, тамашалап, бұл мектептің жаңағы бұрынғы туы әлі жығылмағанын көріп отырмыз. Серік міне өзің басқарып отырған мына ұжымың ең жақсы деген жетістіктерге жетіп жатыр екен. Осы беттеріне таймаңдар. Енді бұл мектепте оқып бітіріп кеткендердің ешқайсысы да жаман болған жоқ. Енді мына бүгінгі түлектеріміздің түрлеріне қарап, беттеріне қарап отырмызда кешегі сарауыз балапандар ма, мыналар жоқ, басқа бір жақтан келген бір делегация ма деп қарап отырмыз. Енді барлықтарының өмірден өз орындарын тауып, бүгін мына мектебіміз бар еді, біздің ауылымыз бар еді деп мойындарыңды бұрып, ойларыңа алып келіп отырғандарға көп рахмет. Енді осыған қарап, бұлардың бойында бір адамгершілік кішкене қасиет қалыптастыруға біздің де үлесіміз болған екен ғой. Мектептерін ұмытпақты, жаңағы сый-сияпаттарын жасап, шамалары келгенше ауылдарына да көңіл бұрып, осы мектеп үшін жандары ауырып жүретінін түсініп отырмыз. Барлығымыздың да тілегіміз осы мектебіміз өркендей берсін, өсе берсін. Осы мектебімізден тек қана жақсы деген аттан айырылмай еңбектерін жана берсін дейміз. Дендерің сау болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай бейбіт заманда тек қана жетістіктерге жете берейік. Іштегі ойымызды жеткізе алмай жатырмыз. Көп рахмет. Чүкенттегі сияқты камераға сөйлеп Келіңіздер беқа. Кездесуге келген түлектер, осыдан міне 20 жыл уақыттың қалай өткенін байқамай да қалдық. Бүгін үлкен азамат болып, азаматша болып, өздеріңнің алды ұяларыңа келіп, бір жақсы, емен жарқын, әзілдесіп, қалжыңдасып жатырсыңдар. Оның өзі үлкен бір ғанибет деп ойлаймын. Мына үлкен жаңағы сый құрметке қазақ үйін мектепке тарту етіп отыр екенсіңдер. Мен өз басым соған өте қуаныштымын. Себебі біздің қазақ ұлттық, өзіміздің қазақ екенімізді, өзіміздің ұлттық дәстүрімізді жаңғыртып отыратын, осы үйге қарап, осы мектепте жұмыс атқарып жатқан әрбір ұстаз өзінің жаңағы ұлттық тәрбиені дамытуда үлкен үлестерін қосады деп мен ойдамын. Серік айналайын, осы істерің алға баса берсін.
Өйткені біздің жас ұрпақ алдағы келе жатқан өзіміздің қазақ ұлттық дәстүрлерімізді еш уақытта ұмытпау керек, оны жаңғырту керек. Ол әрбір ұстаздың бүгінгі алға қойған мақсаты, ойы деп білемін. Міне Шынар Ауғанқызы бастаған жаңағы үлкен концерттер өтіліп жатыр. Тағы басқа осындағы ұстаздардың өтуімен Серік Жанахметұлының басқарып отқан ұжымына өз басым дәл риза болып отырмын. Серік айналайын әр уақытта сіздерге басарсың ұжымы. Біз қайда жүрсек те Қоңырөлен, Қожбанбет би мектебі осындай жетістікке жетті десе, біз төбемізге көтеріп қуанамыз. Сондықтан ұжымыңа денсаулық, творчестволық табыс тілейміз әр уақытта. Келген түлектер енді осыдан 20 жылдан кейін 40 жылдыққа жұптарың жазылмай, бастарың аман, қуанышта осындай жап-жас қалыптарыңда немерелерің ертіп келулеріне мен тілектеспін. Ұстаздар, түлектер, біздің мерекелеріміз құтты болсын. Міне бүгін үлкен арадай болып, кіріп чаудай болып шыққан мектебімізге келіп жатырмыз. Мына мектеп ұжымына үлкен рахмет, біздерді құрметтеп, қадірлеп, осындай концерт қойып жатқандарыңызға. Біздің осындай қай-қайсымыз болсын осы түлектердің осындай дәрежеге жетуі қазір әр түлек әрқайсысы өз орнын ойып алды деп ойлаймын. Солардың әр жеткен жетістіктері сіздердің осы ағайларымыздың, апайларымыздың, барлықтарымыздың берген білімдеріңіз деп ойлаймыз. Сол мектеп кезінде алған білімді қазір де көрсетіп жатырмыз, талай жерді бағындырып жатырмыз, Аллаға шүкір. Сіздерге үлкен рахмет, еңбектеріңізге табыс тілейміз, денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Біз сияқты білімді, білікті шәкірттер тәрбиелеп шаршамай жүре беріңіз. Мұрат Біржан. Ал құрметті аяулы ұстаздарымыз, біз қай жақта жүрсек те осы ауылымызды, мектебімізді сағынамыз. Әрине мектебімізге келіп жүрміз ғой, бірақ мынау осындай бір 20 жылдық деген сияқты керемет бір датада арнайылап келудің өзі бір ғанибет екен. Расымен де толқып тұрмыз. Бұл бір ерекше сезім екен. Өздерімізді аман есен көріп жатқан өте қуаныштымыз. Жаңағы мектептегі өнерпаздарымызды көріп қандай тамаша, өте қуанамыз. Артымыздан еріп келе жатқан інілеріміз, қарындастарымыз осындай өнерлі, білімге құмар болса, біз әрқашанда оларға қолдау білдіруге дайынбыз, қолымыздан келгенше. Әрине енді біздің сыныптастарымыздың ішінде белгілі де белгісіз себептермен келе алмай қалғандар бар. Дегенмен барлығы бірдей бір ауыздан осы қазақи алып береміз деген кезде бәрі бірдей келісіп, шамасы жеткенше үлес қосып, осындай дүниені әкеліп отырмыз. Енді мұны біз міндет қылмаймыз. Біз мұнымен де мектебімізге бір әлі де қарыздарды деп ойлаймыз. Біз өмір бойы қарыздар боламыз. Себебі осы жерде біз өстік, өндік, ұстаздарымыздың тәрбиесінің арқасында әріп таныдық, өмірді көрдік. Ненің жақсы, ненің жаман екенін деп ойлаймын. Қайда жүрсек те өмірде дос көп кездеседі, бірақ осы өзіңмен бірге өскен сыныптастарға, достарға ешқашан жетпейді. Біздің сырымыз бір, біз бір өмірді балалық шақты бірге сүрдік. Сондықтан құрметті класстастар, сіздерді көріп жатқанымызға қуаныштымыз. Осындай жақсы күндерде жолығайық, бұйырса әлі 30 жылдық дегендер болады, 50 жылдық деген болады, сондай күндерге аман есен жетуге нәсіп болсын. Енді Талдықорғаннан қос келген жоқпыз. Біздің ұстаздарымызға бір кішкене сыйымыз бар еді. Бұл енді бір ресми сыйлық деп айтуымызға болады. Арнайы мадақтама. Жетісу облысының білім басқармасы басшысы Марат Сүлейменовтің мадақтамасын әкеліп отырмыз. Рұқсат болса табыстайық. Мәтінін оқып берейін. Мадақтама жоғары біліктілігі мен кәсіби шеберлігін еліміздің болашағы жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге арнаған табысты еңбек үшін алғысымды білдіремін. Жетісу облысының білім басқармасының басшысы Марат Сүлейменов мадақтаманы тапсырамыз. Айжан Таутанова апайымыз.
кішкене асықса болды, тура кеше ғана түстен кейін қолымызға тиді. Енді тағы бір мадақтамамыз бар. Былай айтқанда енді бізді осы мектепте тәртіпке үйреткен, бізді жалпы бойымызға бір ер азаматтың бойында бар қасиеттерді біздің де бойымызға сіңіре білген ағайымыз бар. Осындай, дәл осындай мадақтама Жетінші облысы білім басқарма басшысының қолымен мінекей Бауыржан ағайымызға табыстаймыз. Oldu mu? Oldu mu? Oldu oyağına. Жолама сөйлесіңдер жатыр. Жолама. Ал, құрметті ұстаздар, уағыз ұстаздар, сіздерге үлкен рахмет, үлкен қошеметпен бізді қарсы алып жатсыздар. Бәріміз толқып тұрмыз, керемет сезім мынау. Артқа келе жатқан түлектерге де үлкен жақсылықтар тілейміз. Бәрі биік шыңдардан көріне берсін. Бәрі осы мектептің арқасында біздің осы күнге дейін жеткеніміз. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Oldu mu? Nartı kek. Шәкірттеріміз бар, 20 жыл бұрын кіп кішкентай болып, осы мектептен ұшып кеткен біздің көгершіндеріміз міне бүгін жаңағы айтады ғой, мектебім менің, көктемім менің оралмас, құсыңмын сенің, айналып қайта қона алмас дейді. Енді мәңгілік қайтадан келіп шәкірт болам десеңдер де бола алмайсыңдар, бірақ ұшқан ұяларыңды ұмытпай бүгінне кездесуге келіп жатсыңдар. Мектебімізге қош келдіңіздер. Мектебімізге алып келген сый-сияпаттарыңызға үлкен рахмет. Өмірдің жаңа қай қиырында, қай жақта жүрсеңдер де аман жүріңдер, өсіңдер, өніңдер, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық кездесуде немере шөберелерімізбен келуге Алла нәсіп етсін. Ал енді ұстаздар оқушыларыңызбен барып оққан 10 жыл партасына барып отырып 20 жылда бір келген кезде қайтыңыздар, бәріне үлгересіздер. Брау, мен ақылдаса келе, жанына өзі бір қазір балаларға сый-сияпат береді, бір тәтті алып беріңіз біздің атымыздан. Бәсе қыздар есептер түйіншегені. Кел, ауыз тиіңіздер. Сіздер үшін алып келіңіздер. Bedek, suretке түсіп алайық, суретке. Соны қазір салафан таратады. Ескі мектепте оқимыз ғой кезде, мен дене шынықтыру сабақ беремін, жаңбыр жауған кезде ескі аяғы спорт салатымыз класс өтеміз. Сол кезде Мұратқа ойлап айтып қоятынбыз орысшашы. Бәрі көз алдымызда. Одан кішкентай мақсат маған ренжіп, бір тарсықпада бір қызбен тартысып қалыпты ғой. Сол кезде кейін бір айтады, бәлем жылдан сіз сөйтіп қойып едіңіз сол кезде. Ренжіп тұрған жоқ, бір қызығын айтып жатыр да. Бұлардың қызықтарын айтсаң таусылмайды ғой кеш келген. Сондықтан жақсы өткізіңдер, жақсы тойлаңдар. Заманның бір жақсы тізгін ұстап тұратын ұл мен қыз тәрбиелеңіз Аллаға шүкір, мыңда бір рахмет. Аман болыңдар деп қойды. Бір жылда Последний раз много кеттік. Кетейін мынау бар басқа. Үй осыны оқыдың. Басқа бүйтіп отырып бір, бүйтіп тартып жіберіп қойған. Al et, qaraymiz. Suyladың ғой. Мақсат Төс тез, отыр. Кімді сабаққа қашырдыңыз ба? Ешкім қалмайды. Қане бол, қане. Бар, Ана қараңыз, бір, екі, үш. Ағыда.
Қалай отырып жатыр? Екі десең деп қалды. Екі албағаннан кейін сілеп отырасың. Оған екі аласың. Математика тықпай тек тұрасың. Отыр екі дейді. Сұрамай қыдау басталып бәрі дайындалып Sınavda başarılı ömür aldı. Өсен, неге сұрақ қойын? Тілек айтқан білмеймін айтыр, 10 күн болды. Осы класста оқыдық 11 жыл. 11 жыл. Видеоға түсірді ма? Бағалар көтерілмеді, сәлем қазір көтермейді ма? Көтереді ғой. Көздеп көтергендер. Қол жуатын кезде көтеріп осы. Қазір айтайын. Балаларға мақтап отыр, кітап оқы дейміз. Кітап оқитын жеріміз қараңғы, суық. Жаңа жайламыз өйтіп, пока уақытша соны кең жерге көшіп, қазірдей өздерінің сияқты түлектеріміз дегендей мемлекеттен берсін. Таскаларын орнатып, несін жазсаңыздар мен қабырғаларын әперейін деп, біреу тікесін әперейін деп. Болашақта кітапхана ашымыз университеттерін таппаймыз. Осы класста оқып едік. Сонымен классқа көшіп қойдық. Балалар кіріп оқиды, отырады, алып кетеді кітаптарды. Алдыңыз. Мына краска салады. Жүндер толайды. Sınavımız gitti bitti. Dev maksat gitmiş. Ne altınlarım sol. Әбден тосып қалдыңдар. Papalarım mına jakka жіберіп сендер де. Ай алтындарым ол. Құдай бере саған. Мына жерге давай тез уақыттан давай. Мына жаққа. Ана жақтан жүреді екен. Жүр. Майдан çıkındır açlar gördüm. Hoş geldiniz kalanlar. Gelin. Yürüme açıldı. Neymiş? Karaysın kalanın kızı. Sen buğa sen geçtin. Şolpanday kara yıldızı.
Avuldan geldim kalağa şaka bir de ötek şalalalala Öteksin olana Бірінші азаматты жетектеп барғаным есіме түсіп көңілім толып тұр бәріңізге. Рахмет жаным. Үлкен мақсат, кішкентай мақсат деуші едік. Ерік тентек деуші едік. Қандай азаматтар болды жандарым. Қандай өлең айтушы еді. Сатөбеге концерт қойып барғанда. Қыздар-ай, қыздар. Қай өлеңді айтушы еді? Қыздар-ай, қыздар. Қыздар айтады. Сол кезде танымал болып қалып Ол айда айтып. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге уақыттарыңызды алмайық. Кеттік. Ауылымызда бүгін үлкен той, ақ түйенің қарны жарылған күн. 50 жылдыққа келгенде ауылдың азаматтары мен азаматшалары қазір ұрпақтар сабақтастығы. Ол кісілерді келіп сіздерге осы жерде бата беретін болады. Кеттік. Күлдей күраші бауырмалдың қауласын қарнақа нұрлы қазағым құлайы қылды сұрасын болған мынау заманда амандық керек адамға қалайсың қайсар қазағым ешің тегіс аман ба саған оғанда татулық керек ғаламда
Қуанышқа беретін ақшаларыңды тек түгел бермей ақ жүрген еді. Ал жарайды енді. Құрметті ауылдастар, құрметті біздің кішкентай балаларымыз, құрметті ұстаздар, алдарыңызға кішкентай болып келген балаларыңыз 20 жылдан кейін сіздерді 20 жылға артқа шегіндіріп керемет көріністер болып жатыр екен. Бүгінгі қуаныштарыңыз ұстаздар құтты болсын, биіктен көрінсін. Міне қазір ауылымызға 50 жылдықта келіп тұр балалар. Сол кісілердің жолын беріп, енді 30 жылдан кейін тағы да барлықтары өшіде кездесуге, төрт көздерің түгел аман болуға Аллам нәсіп айласын. Біз енді ауылдық мәдениет үйі кішкентай ғана мекемеміз, бірақ та келген халықтың барлығы осы мекеме арқылы жүздесіп, аттанып жатады. Енді сендер балаларымыз болғаннан кейін бір 10-15 минутқа уақыттарыңызды алайық деп құрметпен шақырып алдық. Мынау мәдениет үйінің жалпы жетістіктері, осы мәдениет үйіне әнекей қандай әртістеріміз келіп, біздің ауылымызда жайдан жай жұмыс жүрмейді. Мынау енді ардагерлердің байқауы өтіп жатыр жыл сайын. Былтыр бірінші орын алғанбыз сертификат 100 мыңмен. Биыл 200 мыңмен тағып еттік. 200 мың алдық биыл, мінекей. Бас жүлде алдық. Ардагерлердің байқауы бәтиматы. Енді класс жетекшілеріңіз Айжан апайдың еңбегі осының ішінде орасан зор. Ән айт десең әнге тұрады, би биле десең биге түйіп тұрады. Сондықтан әнемен Айжанға айтып, Айжан осы неге мәдениет қызметкері болмады деп. Жеті өнерде адамға аз дейді. Сендерді білімділікке, осы өнерге баулыған осы ұстаздарының арқасында әртүрлі концерт қойып, биіктен көрініңдер, міне жан-жақта жүрсіңдер. Төрт көздерің түгел аман болыңдар жандар. Жалпы біздің ауыл үшін ғана кішкене ғана бер жағы енді облыстық семинарлар өтті, жеткен жетістіктеріміз бар. Әділхан ағайларың биыл пенсияға шығады, келесі жылы мен шығам, Құдай бұйырса, уақыт сырғып бара жатыр өмір деген осы. Қазір міне апасы жаңағы 50 жылдықтың ішінде жылқышы дәукем бар, қазір келеді. Ал енді ертеңінде мына жерге тұрып үлкен залға сценарий бойынша қане кішкене музыкалық ойын алады, вальс билейміз. Вальс билейміз. Бақша кеттік.
Жөн мақсат қалды. Құрметті қонақтар, бүгінгі 20 жылдықтарың құтты болсын. Өмірде шүбірлі болыңдар. Біздің жаңағы жолымызды беріп, 20 жылдықта кездесуге сіздерді нәсіп етсін. Енді бата берейін. Құдайым оңдасын, қызыр болғым қолдасын. Еш жағандық болмас. Мына жиылғандарың жақсы. Ел жұртың заман болып, халқымыздың бірлігі мен тірлігі болсын, заманымыз тыныш болсын. Аумин. Күйеу бата беруге бола ма екен? Болады, беріңіз. Бата көпті кетпейді. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Я Аллах, осындай отырыстарың, осындай жылдық кездесулердің әрқашан жақсылыққа бола берсін. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин. Жақсы жақсылыққа келулеріңге аман есен шыдауларыңа нәсіп етсін. Аумин. 30 жылдан кейін Осы шақыршы бәрін түгел. Башок ағамыздың жолдасы, жары, осы балардың 1-ші класстағы ұстазы. Керемет. Толқын апай. Қандай жақсы. Алла бастарыңа бақ тарсын, денсаулықтары мықты болсын, ғұмырларың ұзақ болсын, өмірлерің тек мереке мен берекеден тұрсын. Алла тағала тек қана жақсылықты нәсіп етсін. Ата-аналарының разылығына әрдайым тойдан тойға берекеліктен жақсылыққа ұласа берсін өмірлерің. Бәрдерің бақытты болыңдар, отбасыларыңа бақ береке дарсын, ұл-қыздарың қызығын көріңдер, аман есен болыңдар, әрдайым жақсылықта осында кездесе беріңдер. Өмірлеріңде жағымды жаңалықтар мол болсын. Аумин Аллах. 50 жылдан кейін кездесіп толқып тұрмын. Туған ауылымызға кетіп, бірақ туған ауылымызға жиі келеміз. Ол ауылға келу деген бір үлкен қуаныш қой. Сондықтан балаларымызды да жиі келеміз. Енді сендерге айтар тілегім, енді өмірлерге бастарына бақ берсін Алла тағала. Сол бақты еселеп берсін. Отбасыларына бақ берген бақтарын еселеп, қуанышты күндеріңді көбейтсін. Өмірлерің мерекеден берекеден тұрсын. Денсаулықтары мықты болсын. Әрдайым отбасыларымен дүйімшіл болып, осындай кездесуге келе беріңдер. Ұстаздар мәңгі жасай берсін, өзім де ұстаздың бірімін. Сондықтан тек қана жақсылық тілеймін балалар, бәрілерің бақытты болыңдар. Туған ауылдарыңа келіп, әрдайым өскен орталарыңды әрдайым құрметтеп, бағалап жүріңдер. Айтады ғой, қолда бардың қадірі жоқ деп. Сондықтан біздің туған жерімізде керемет әдемі әсем жерлер көп қой. Сондықтан келе беріңдер, туған жерлерін сүйіңдер. Ұл-қыздарың көп болсын, солардың жақсылығын, қызығын көріңдер. Мұғалімдерге сөз берсең, олар 45 мүшелеп тұрып олар, сондықтан регламент. Ана қара, мұғалімдер дейді, қайтыс болған кезде ауыз жыбырлап жатады дейді ғой. Ой, бұл зарлайды дейсің. Зато сен сияқты қап-қара емессің, Осы кісілер қолдарын берсін, төз көздерің түгенсін. Соғана бірінші ұран кісінің астына тұршы. Кімнің баласы екеніңді айтсаң жерік, ағаларыңа. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. 50 жылдыққа, бүгінгі келіп отырған 20 жылдықтағы балаларыңыз ойын. Балаларыңызға сіздердің жолдарыңызды берсін. Бізде Алла қаласа 50 жылдыққа аман есен төрт көзіміз түгел көруге Аллахтың нәсіп етіп қойсын. Сіздердің мерекелеріңіз құтты болсын. 60 жылдық кездесуге жетіңіздер Алла қаласа. Немере шөбере көріңіздер, солардың жақсылығын көруге Аллах сіздерге нәсіп етіп қойсын. Бүгін айтылып жатқан тілектеріңіз, жасап отқан дұғаларыңыз Аллахтың құзырына осы қалпында жетсін. Сіздерге бақытты ұрпақтар тәрбиелеген үлкен азаматтар мен азаматшалар тұр ғой. Алла қаласа сіздердің арттарыңыздан еріп келе жатқан осы балаларыңызға сіздердің жолдарыңызды берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әрдайым арамызда үлкеніміз болып, ақылшымыз болып, келіп осындай жерде баталарыңызды беріп жүре беруге Аллахтың нәсіп етіп қойсын. Аман болыңыздар. Ана Мұрат бір ауыз айтыңыз. Ертең сіздер Жетісуға шығарып қала ма оны? Бізге бірдеңе айтып қойсаң. Өзіңді таныстырып өтейін ғой, Мұрат, енді үлкен кісілер ғой. Амансыздар ма, енді бәріміз осы ауылдың баласымыз. Мынау сахнаға шығып, сонау мектептегі күндеріміз еске түсіп тұр. Біздің әсіресе Б класының концерттері керемет, аншлаг болатын, орын жоқ болып қалатын. Ол кезде әрине мына орындықтардың көбісі анау кожалар жыртылып қалған, сондай бір еді. Міне қандай жақсы қазір
жөнделіп жасалған мына әдемі киімдер бар иә. Бірақ дегенмен сол аура әлі сақталған. Осы жерде жүгіріп жүріп талай скетчтер қойушы еді. Ол кезде видеокамера көпшіліктің үйінде болмайды. Ерік бізге көріп келеді. Осындай Бауыржан шоудың тамашаның скетчтерін көріп келеді. Сосын біз оны ары қарай қоямыз. Әсіресе біздің ұлдары мықты актер болатын. Қошамет көрсетсек. Талай концерт қойып, талай ақша жинадық. Әсіресе 11 сыныпта көп қойдық иә. Енді осы сахнаны сағынамыз, сахна киелі дейді ғой. Барлығымыз да осы сахнаға шығып, кезінде дезодорант ұстап қыздарымыз анау шетелдің әндеріне пародия кетіруші еді. Сол оның бейнетаспасы да бізде әлі күнге сақталды ғой, кейде көріп қоямыз. Талай биші емес жігіттерді қақайтып шығарып қойып билеткен де уақыттар болып еді. Жігіттер қыздардың киімін киіп, неше түрлі жаңағы әділ-сақ қойылымдарын қоюшы еді. Біздің қыздар, жігіттер бәрі шетінен әнші еді. Сондықтан бұл сахнада өсіп өнген, әрқайсымыз енді жаман болмады деп ойлаймыз. Сіздерде осындай 50 жылдықта кездесуді бізге де бұйырсын. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Сондықтан аман есен болыңыздар. Бала шағаларыңыз өсіп өне берсін. Біз сияқты жастарға іздеріңізді басып келе жатқан іні, қарындас балаларыңызға, сіңлілеріңізге ақыл кеңестеріңізді айтып, батыларыңызды беріп аман есен жүре беріңіздер. Ауылымыз көркейе берсін, ауылымызда өнерлі, білімді жастар көп шықсын деп тілейміз. Жетісу телеарнасында жұмыс істейді. Рахмет. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Сіз жасаңыздар. Немере шүңгірі өріңіздер. Менің жолдарыңызды берсін. Пайдаланып қош осы кезде. Қағиде қазір, нерге қарамдан айда. Бақытжан шақырайық. Бақытжан, кеш болсын. Кеш. Кешелі бері дайындалып жүр ғой. Жаннаның атынан мороженыйға ақша беретін шығар. Бақытжанға мороженый берейік. Сахнадан түс қой сен. Сөйлейін десең, Мұрат пен Ерік бар сөз сөйлеп тастар. Ой, сен өзің мектепте көп сөйлемеші. Мен тек қана ән мен әрлі беру ғана қалды. Сіздердің құрметтеріңізге ауыл сағым деген шығарсыздар. Көпшіліктеріңіз сырттасыздар. Барлықтарыңызға дұғай сәлем. Ауылға сағыныш деген әңгіменің артынан тек қана ән мен әрлеу ғана қалған сөздердің бәрін айтып тастады. Сағыныш деген ән. Ақмарал қайда? Жарқын екеуміз тұр. Жетегінде жалғанмын, қалаға жедел жетіп біз, артынан еріп арманның ауылдан шығып кетіп біз. Арайын түлдеп аспаным, араласам дауыл жер-жерлі, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерде. Арайын түлдеп атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерде. Қолмадым көлдің бетіне, түнгі аспанды сағындым, түнетін соның үшін. Жусаны жұпар ауылмен, көшемнің шағын сағындым, ағайын туыс бауырмен, шешемнің шайын сағындым. Жусаны жұпар ауылмен, көшемнің шағын сағындым, ағайын туыс бауырмен, шешемнің шайын сағындым. Мен ақын айтқандай дауысым тілін сағындым. Ауылдан күшің күшкерген, қалада өле өсмейді. Ауылдан адам күшкенмен, адамнан ауыл күшпейді. Ауылдан күшің күшкерген, қалада өле өсмейді. Ауылдан адам күшкенмен, адамнан ауыл күшпейді. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді.
келгенде қош келіпсіздер тағы. Ал енді менде осы балапандар сендерді көріп расында да өзімнің расында да 45 жылдық кездесу екенін біліп тұрмын. Жаңа кісілерді 50 жылдық болса дейін бізді 45 жылдық. Құдай бұйырса Алматыда өткіземіз. Соған қарап балапандар жаңа апайларыңыздың алдына Гүлнар айтып жатыр азаматты апарған кезде бәрі есімде. Сендердің талай қызықтарының бәрі менің айтқан әндерімнің бәрі әлі есімде. Өйткені осы мәдениет үйінде істегеніме бір пенсияға шығам 40 жыл болды. Сондықтан кімнің қандай өнері бар бәрі менің көз алдымда. Сондықтан балапандар мінекей артына қарап қартаясың деген 20 жылдық кездесу десе ой деп менде махаббатқа. Сондықтан мінекей барлықтарың аман болыңдар. Құдай елдеріңе саулық берсін. Әрқайсыларының отбасы ошақтасы, олардың бала шағаларың аман болып, солардың жақсылық қуанышын көріңдер. Ауылды ұмытпаңдар, өскен туған ортаны ұмытпаңдар. Әрқашанда осы сендердің сыртта жүрген көбің сыртта жүрсіңдер ғой енді. Кіреулерін кіреп отырамыз, үйде отырып. Сондықтан осы ата-аналарының тілеуі қабыл болып, сол ата-аналарының жаңа үлкендердің берген батасы қабыл болып, әрқашанда қуаныш жақсылықта, еңбектерінде табысты, бала шағаларының бақытты ғұмыр кешуге насып етсін. Енді осы жерде жаңағы азамат, Асхат Жемісұлы қайда? Әділевич бар. Жемісұлы жүр ғой жаңа? Олжас, иә, сол Олжас. Және Махаббат, жаңа тағы бір класстасының баласын көрген. Кім еді? Сол сияқты көрдіңіздер ме мінекей? Класстастардың ішінде бірнешеуің жаңағы класстасыңыздың балаларсыңдар. Сондықтан жол жүрем бүгін, тағы бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім менде елжіреп. Ауылдың суы аңсаттым, күйбең тірліктің дүрбек жулары шаршаттым. Ауылға барам, бәрі де туы сен жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар барлыққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тымызымда шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерден азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бірде туы сен жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар барлыққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бәрі туы сен жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар барлыққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жүр жазам. Сүйеніп тұрып,
сүйілген шарбаққа ауылым жайлы бауырым жайлы жазам сүйіліп тұрып анам сүйілген шарбаққа жол жүрем бүгін тағы да бүгін жол жүрем міне байқасаңыздар бақытжан ерік міне өзіміздің балаларымыз қасымызда қызметке бірге қызмет жасады оның өзі біз үшін қандай керемет қуаныш сондықтан әрқашанда жолдарыңыз ақ болсын бақытжан кешелі бері класстастарым ма деп Көк жигулиді айт деп отыр ғой, заказ түсіп отыр. Әділхан аға, көк жигулиді айт деп заказ беріп отыр аты жақта. Сіздер құрметтеріңізге класстастарым, мұғалімдерім отыр, ұстаздардың құрметіне, ұстазым туралы әнді орындасақ қалай қарайсыздар? Қосылып айтайын. Халымда шәкірде басиетін ұстазым бар ой берген, ақыл берген көз алдымнан кетпейді асыл бейнет ұстазым ақылшы ой арманым армансам саған осы Bizlerde gidelim utandan Ustazım vesile unutalman Yüreğimde ömreden para saldım Ağardı boy götüşür kara şaşır Ustazım akılsız oy armanım Armansın sağlam olsun Armansın sağlam olsun Ustazım akılsız oy armanım Armansın sağlam olsun Armansın sağlam olsun Жолдарың болсын, әдемілеп өткізіңдер, ақырын жүріңдер, бір-бірімен жарыспай. Ана өлеңді айтыңыз. Жол жүрем бүгін. Dostlar dostlar üzülsün hayda birlikte boşanma İnsanlar olsun hayda geçir kayıplarını Oyda bir gezgin Şandağın yaşarım Kalay kalsın bir gezgin Kaynarsın dar dostlarım Dostlar dostlar ölümsün kayda Birlikte boşanma Misal olsun dayda geçir kayıplarımız Misal olsun dayda geçir kayıplarımız Қоңырөлең ауылы 2004-2024 20 жылдық құтты болсын! Ана облыстың имамы деп анау кезде имам жоқ, мен шақыртып алды, келдім. Қатты мақтап кетті ғой, мешіт жақсы ұстап отырсыңдар. Оның бойын ана
дәрет алатын жерлерінің бәрі жылы су деген қатым. Арық ішіне кір, арық ішіне. Ез аяқпен чеш. Алло. Сонан айтам, Ерғали тағы сол сырттағы балаларға шығып, Астанаға дейін шығып жүріп, мешіт қалды, тұрғызып жасап алды. Сонымен намаз оқып жүргенде бір жыл бір балалар келді. Осы 20 жылдық, 10 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық балалар ғой, осы мешітті көтерді. Қатын ғана сап берді. Bir жылдық сол балалар келді, мынаның артынан су жылу тартып берді. Соның бойын бір балалар келді. Енді оны басқы емес, ол енді көпті емес. Мына дос Мұхаммед Кәрімнің баласы деп палаздан ұстып берді. Оны палазда жақсы. Соны мына екі кермеге бердік та бөліп. Мынаны әкеп осы былтыр төсек беріп кеттім. Bir жыл оқпан болады. Енді әне кезді келген екен, ана ағасының әкесі ғой, жолы жадыраштың астына. Сонда келіп айтып жатыр, мына кетпей жерлері бар екен. Ремонтқа көмектесем тағы. Осы балалар, сендердің арқаларың осының бәрі мешіттің түрленіп. Әне күн облыстың имамы келген екен, имам жоқ болып қалып, өшірді мені шақыртып алып келіп. Ішінен шақырып, ана яқтарып көріп, туалеттің тазалығын көріп, қатты разы болып кетті. Біз жақсы осында кімнің арқасы дейді. Ол ешкімнің де арқасы емес, осы қоңырының балалардың арқасы. 20 жылдық, 10 жылдық, 30 жылдық осы балалардың күші дедім. Сонымен рахметін айтып кетті. Сондай әке балалар еді. Көп тұрғанда, жақсы болғанда осы балалар сендердің арқаларың еді. Өздеріңіздің тәрбиелеріңіз осы. Әйтеуір оқыттық, ең көп жыл оқыттым, ең келді, бауырым келді, оны оқытты балаларым. Біздің балаларымыздың көп имам болып кететін еді ғой. Әбден Құранға түсіп, Құранды жанып алғаннан кейін сұрайды ғой. Әй балалар, сендер неге имамдыққа бір екеуің түспедіңдер десем айтады, ой ата. Жоқ екен. Біз өзіміз тіршілік қылып жанбағай, оғана кісінің қолына қарап дегеннің қайсын. Намыстанады ғой, болмаса ол имам әр жерде бар ғой. Мынау бізбен бірге өзімізбен оқыған Мұрат деген досымыз болған, өмірден өтіп кетті. Қанат ағаның баласы біреуге ерте, біреуге кеш. Содан кейін бір Гүлмира деген қыз болған бізбен бірге оқыған. Соны сізден рұқсат болса бір Құран оқып қойсаңыз. Оқиды. Иә. Балалардың бәрі жиналып отырған енді Құран оқып. Қазір басына да барып бір Құран оқымыз, енді мешітке қасиетті жерге мекенге келіп отырған. Иә. Алланың үйінде бір Құран оқып қойыңыз. Түсі алтан келіп тұрған. Allahu akbar, Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min şerri ma khalaq wa min şerri ghasiqin idha waqab wa min şerri nafasati fil 'uqad wa min şerri ghasiqin idha waqab. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون ولا يخلق تغيير بكم ولا يخلق صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. متقن الله وأن إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم ربنا يا ربنا إنك أنت السميع القريب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا لك قلوبنا وفقنا ذات المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمتك حبيبك رسولك الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين واغفرنا لهم واغفر لنا كرم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرما وكرما. اللهم زينا بزينة ختم القرآن العظيم وشرفنا بشرفات ختم القرآن العظيم وأكرمنا بكرامات ختم القرآن العظيم وألبسنا بقلعات ختم القرآن العظيم وادخلنا جنة بشفاعة ختم القرآن العظيم وارفع درجتنا بفضيلة ختم القرآن العظيم ووهبنا كل بلاء الدنيا والآخرة ختم القرآن العظيم وارفع جميع محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن العظيم. Yarabbim Allah olsun eşitti. Arnayı düşürüp oturan Katıl Kur'an'ın sağlığı. O dünyadan ötbün. Olsun Allah'ın ata baba Kur'an'larının elbettirdi. Son bir Arnayı. Kanat Balası Murat'tın. Kanat Balası Murat'tın. Talgat kızı Gülmiran. Talgat kızı Gülmiran'ın ruhuna Arnayı bağışladık. Allah canlarını cennette, tenlerini rakatta, yakkan yerlerin cahil marhumlarının toprağını torpağları. Bu dünyadan ötkince bilme isteyen katıl nasibese geçirir gör, saatlarını arttıra gör, imanın koynunda berikesini orundağla gör. Ardındağı el cırt semiye otbasına, bana şavasına, bağır tuğanlarına, sonra birge arnayı eski artkıyıldı oturman, yoldaşlarına amanlık bereket gör. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Ya Rabballah okuyan katımlarımızdan, Kur'anlarımızdan, dualarımızdan köpçülükten ihlasına da bolgan arnayı sevaplardı söğüslerine bağışladık. Yetkizinin Allah nasip ediyor. Ardında olsun yoldaşlarına amanlık bereket birlik vermeyin gibi de aman desen oynap kulüp aksakal artisti ve kardeğini nasip ediyor. Cumhurbaşkanı'na tavsiye ediyorum. Lavanı bu fiton, lavayı şimdi vardı kuruz koyalım ne yapalım? Suretke tartıvandır, sonun gün ana korpusu var, ben kagırız. Bayağı da. Suretke bak gelin. Lavası çılkış. Siz oturunuz. Ötkeni solana. Muhammed kesip, bozmayı hep duraydı. Nereye ki? Oturunuz. Tamam. Paketin içinde mi? Tamam. Toz bahçe. Kaçta da gördüm. Aksakallı sartiste kariyer olmasını nasip etsin. Amin. Ya Rabbim Allah bala şagalı mürdür çözdü. Oğlumlar semiye ot baslarında tabislarında gün semiyeler olma nasip etsin. Amin. Sizde de aman bolun. Aman bolun. Lan kaçın koyun bunu.
Ağası kayda var mı? İlyas var mı? Kimçi? Bunlar bir yanında olsun olmaz. Kimçi kim kayda? Bak, müşürüm ben. Boldu mu başladık müşürüm? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Esselamu alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah, o soqilgan Fatiha ixlos surasidan bo'lgan savoblarni payg'ambarimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, elchilarga, emchilarga, avliyalarga, ambiyalarga, bizden so'ravsiz qolgan barcha musulmonlarning ruhuna bag'ishladik. Ya Allohim, bata bizden rahmallardan jannatlarni jannatda, tanlarni rohatda qilinglar. Ya Allohim, o'sha armay o'qilgan Qur'onning savobi, o'sha yotgan do'stimiz Qanatul Muratning ruhuna bag'ishladik. Jannatda, tanlarni rohatda qilinglar. Allah, o'sha o'qilgan Qur'onning nuridan qabrini nurlandirib, qabr azabından saqla. Allohim, ya Allohim, bilib bilmay istegen künələrini geçir. Allah'ım, ya Allah'ım, ardından amin deb qol jayıb oturgan dostlarının, ağayınlarının, aka-şişesinin denlerine, sağlık yüreklerine iman ver Allah. Ya Allah, ardından izlep kelip oturgan dostlarının jollarını aqıl Allah. Ya Allah'ım, осы оқылған Құран нұрымен қабірін нұрландыр Allah. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika. Allahu ekber. Осы плотно тамақ ішіп отыр. Al ekan ғой, иә? Осы плотно бір донер жеп алайыншы деп. 100 та пирожки алып, туалетке барып жеп күшейміз. Барамыз 16 ма, уже кәдімгі 8 жыл болып кетті. Осы жерде Мұрат марқұм жерін қазып жатқан кезде. Ағам байладық, ә? Мына жерге мына жерге палатты байлап, арқаммен екі машинаның екісі тартып қойдық, бетіне жауып ше. Содан қасықты жаңғырдың, страшно жауып. Ана неден воротадан кірген сел, ақ деп туыр осы Мұраттың есіне. Красавчик баба болды. Уже ана қара нетіп бар ғой. Жөп жұмсақ болды, кәдімгі бар ғой. Артынан емес жоқ болатын ғой. Үш айтатын ғой маған, ереке сен енді ішпейсің ғой көбінесе, чойкаға айтшы біле ішпейсің дейтін ғой өзі. Қайтыс боларынан 10 күн бұрын мамасы екеуміз кездесіп құдалыққа баратын болып жарайды. Апарып келді, барам болдым. Соны дайындап жүрген. Жандосын Даже мамасы ананы ұзақтың түгел алып қойған. Үйленем деп жүрмеді? Үйленем деп Алматыға кетіп. Қызақ келеміз деп дайындап. Бәрімізге үйге кіріп сөйтіп шықты да. Продуктіге дейін ба? Маған келіп кетті ғой бұл. Маған келіп үйге келіп қонып кетті. Досым сенің сияқты қатынасам қанша ақша кетеді деп жүрген ғой. Есептете береді. Үйге баратыннан ақ. Қатын плов жақсы көретін ғой. Плов жасап қояды. Қандай не алып қоятын. Аджика бар ғой, сондай жақсы көретін ғой. Сөйтсем маған бүйтіп түртіп отырсын. Соленый жар жоқ па дейтін ғой. Бар шешең ашты. Ләкте теріске болсына бар. Сондай мақым ба. Қазір ішсе, қазір 1 сағаттан тағы 2 табақ ішетін. Тренировкаң. Жеп алғанда аузын бекітіп алған ғой. Ей, досым бір оятып жүрмейсің бе? Жадырады ұйықтап отыр, мен де ұйықтап отырмын. Бір бөлкен жеп алып аузын бекітіп алған. Біріншіміз екеуміз кетіп баратып, Астанаға кетіп баратырмыз досым деп. Ташкентский неден мотоциклден келіп ақша алып кетті. Ал енді жігіттер рұқсат болса мына жерде мазаламай кетейік. Көп тұрмайық. Мен бөлі чойкаң түйелеге мында кетті. Тамақ бірден әкелмедің бе? Көштен ештеңе жоқ. Сатып алу керек. Юғырша бірден кетпедің. Бұрын құр сөз болды, таяқ жүрді.